Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматты мұсылман бір туған, кейбірлер айтады, ажеке тамеки макру арам бы дейді. Эми сурауды ажекенен сұрайсыңар, мен бұл мәселе айтып отырмын. Кейбірлер айтады, макруға дейді. Пайғамбар айтады, иннал малаиката татаазза бима ятааззан нас минху. Періштелер, адамдар жиіркенген нәрседен періштелер де жиіркенеді. Мен мысалы, нас сатқан базардан өте албаймын. Шундай сасық башың айланып кетеді. Тамекінің сасықны киімдерге сіңіп қалады. Кеше таксиге бір машинаға отырсам, сразу білем, бұл тамекінің қол екен деп. Отырғым келбейді, киімдерге сіңіп қалады. Ошолардың аялдарға рахмат ей. Сасық ерді құшақтап жатады. Тәсір қылсаң тамекі тартпа. Мына қарады, айтады, тамекі макру осы дамыла, мұны мұнша тоқталас. Бардық фирма өзінің жасаған еме товарыны мақтайды. Бір ғана тамекінің Минздрав предупреждает, курение вредит здоровью дейбі. Сен ақылың болып тұр, бұл денсаулығыңа зиян десе де тартып атпайсың ба? Емі қарады, бүгін мен қышында айылда от жағам, печкенің түтінні тұрбасын сыртқа шығарып қоям. Не үшін? Өліп қалбайын, көмір елітіп қалбасын, түтін кірбесін деп. Емі көмірді мен сыртқа печкені қойып, көмірдің түтін үйге айдап қойсам, не дейсіңер? Дамылла мұндай олып тұр, крышасы кетті дейсің, тұра ба? Сен атайлап тартып отасың ғой, деп. Крыша менік кетті бі, сенікі бі? Адамдар сыртқа айдайлы болса, сен өпкінге тартасың. Сен тамек тарта албайды екенсің, ичкері тартыш керек дейді. Тура ба? Өпкөсіге тартып қиын болады, оғызын састып алып. Біздің баткендіктерде мұндай сөз бар. Баткендіктер азы күліп сүйініп қалады. Бепәрішта дейді. Бепәрішта деген періштесі жоқ деген. Бидуни пәрішта деген. Баткендіктерге арабшаға жақында. Періштесіз деген сөз. Тартқаныңда сасыға періште рақип атет қачады да, анан сен бепәрішта боласың. Ол қанды сасыға чыдасың? Бепәрішта деген ошонан болады. Анан насыбай салу, адамдардың үйіне түкіресің, башқа қыласың. Урматты мұсылман бір туғаным, болып тұр еме. Аллах табарак ва таала Құранда айтады: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Жегіле, ичкіле, исраф қылбағыла. Исраф қылғанда Аллах сүйбейді дейді. Ушетте отырған менің тажикстандық туғандарым, өзбекстандық туғандарым, қырғызстандық туғандарым, қырғызы да, өзбегі да, татары да еш кімесі бір нанды тепсей албайды. Же нанды мұсырға ырғыта албайды. Не үшін? Уал бы? Bir пачка сигарет қанша тұрады? 150 рубль бы? 100 рубль. 100 рубльға қанша нан береді? 100 рубльға сигарет алып чеккен адам күніге 4 нанды мұсырға ырғытқан менен тең. Азыр мен сілердің алдыңарда бір 50 рубль беріңші. Кімде бар? Қанша рубль бұл? Кімде зажигалка бар? Зажигалка мен мұны күйгізіп салсам да, азыр сілердің көзің өрчі. Мұны азыр 100 рубльді күйгізсем, нешін нан келеді екен? 4 нан. 4 нандық 100 рубльді күйгізсем, қарап тұрған бар айтады да, вот тупой чумо дейсіңер, айтасыңар бұл? Бірақ мен мұны күйгізсем, бір ғана бұл кішіге зиян болады. Нарғын сен алып алып, тартып, аялыңа зиян қылып атасың, денсаулығыңа зиян қылып атасың, айланаңда балдарыңа зиян қылып атасың. Айланаңда чекпеген адамдар 70% зиян көреді. Ең негізгісі бейпәріште болып атасың. Урматты мұсылман бір туған. Кегілі тамекіге құл болып оғыла. Манауы 100 рубль. Жұмасына 100 рубльге бірдік енеңнің телефоныға чалып қойсаң, енең бір жұмады уақылады. Алтыным, жаным, өмірлі бол. Атаңа салып қойсаң, атаң бешара маяк береді саға, дазвон қысып. Сен 100 рубль емес салып қоя албайсың.
А тамекіге құл болып, тамекі тартасың, наспай чегесің. Зиян бекен? Эми қараң, урматтуу. Мен Саудияда жүріп бір рекламаны мындай қарадым дагы, ыйла бердим да. Реклама шундай турат. Атасы мондай баланы жетелеп алыптыр. Кыйналып, тамекисинди зажигалка менен күйгүзүп атат. Бала болсо атанын этегинен тарта. Атаке, суранам, менин өмүрүмдү өчүрбөй тамекиңди өчүрчү деп. Менин өмүрүмдү өчүрбөй тамекиңди өчүр, ата. Балдар ошондо зыян болуп атат. Урматтуу мусулман бир тукам, мен тамекиге каяктан кирип кеттим? Бепаришта деген сөздөн, жебегиле, ичпегиле, тамекиге кул болбогула деген сөз. Душман издесең нафсың жетишерлүү. Дос издесең Кудай жетишерлүү. Үлгү издесең мага ушу сабак болсун, урок болсун, үлгү болсун десең өлүм жетишерлүү.